Барлығыңызға қайырлы күн, достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тіске басардың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Яғни сырные палочкидің рецептісімен. Міндетті түрде осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Бүгін сіздермен сырные палочки жасаймыз. Бізге қажетті сыр, сухарики, разрыхитель, жұмыртқаның ағы және кішкене тұз қажет. Жұмыртқаның ағына кішкене тұзды қоса отырып, осындай миксердің көмегімен жұмыртқаның ағын жақсылап тұрып араластырамыз. Осындай аппақ болып шығады. Және дайын болған осы жұмыртқаның ағына біздің теркадан өткізілген сырымызды қосамыз. Және осыны жақсылап тұрып жаймендеп араластырамыз. Яғни теркадан өткізілген барлық сырды қосып араластырамыз. Үстіне ұнмен араластырған разрыхительді қоса отырып, осындай қолымыздың көмегімен жақсылап қамыр дайындаймыз. Осындай көлемде, яғни жаңғақтың көлемі деп айтсам болады. Кішкене ғана осындай домалақ қылып шырне шарикидің несін жасаймыз, көлемін. Көріп тұрғандарыңыздай, жаңғақтың көлемінде болу керек. Оған дейін біз майымызды қыздырып дайындай береміз. Бұл жерде барлық осы қамырды осылай дайындап шығамыз. Және дайын болған осындай біздің сырный шарикимізді панировочный сухарикиге араластыра отырып, қызып тұрған майымызға жақсылап тұрып, араластырып пісіреміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің сухарикимізбен араластырылған сырные палочки рецептіміз дайын болды. Өте дәмді әрі тойымды тез дайын болатын тіске басар сырные палочки рецептіміз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Және де менің каналыма тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, өздеріңіздің лайктарыңызды баса отырып, осы каналыма тіркеліп өтіңіздер. Алдағы уақытта көптеген видеолармен, көптеген десерттермен, көптеген рецепттермен бөлісемін. Міндетті түрде каналыма жазылып қойыңыздар. Ас болсын!